Қазақстан үшін ауыр қоштасу. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ардагері Алмасбек Абдрахманов 85 жасына қараған шағында дүниеден өтті, деп хабарлайды Сарбаз.кз. Алмасбек Сейітұлы 1939 жылы Алматы қаласында туған. Ол Риазан әскери автомобиль училищесінің курстарынан бастап, Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары, ұйымдастыру жұмылдыру басқармасының бастығына дейінгі жолдан өтті. 1968 жылы Ленинград тыл және көлік академиясын үздік бітірді. Қызметін стратегиялық мақсаттағы зымыран әскерлерінде өтеді. Әр жылдары Алматы қаласы Әуезов ауданының және Орал облысының әскери комиссары болып қызмет істеді. Тәуелсіз Қазақстан қарулы күштерінің жаңа штатын құрылмалары қаруға қатысты. 1989 жылы полковник Алмасбек Абдрахмановқа генерал-майор жоғарғы әскери атағы берілді. Запасқа шыққаннан кейін Алмасбек Абдрахманов генералдар кеңесі РКБ төре алқа мүшесі болды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.